Pirogты жасау үшін капуста керек, сәбіз, пияз. Сақтап турап алдым. Табаға кішкене су май құйдым. Капустаны да салдым. Міне мен тұз, бұрыш, қызыл бұрыш, қара бұрыш және күркумамды салдым. Енді қазір араластырам. Газдың астын басып қойдым. Енді бір 7 минуттай капустаны қуырамыз. Міне капустамыз дайын болды. Астын өшірем. Un керек болады. Міне 4 ас қасық ұн сап қойдым. Арғарада тағы бір қасық қосуым мүмкін, көреміз. 2 жұмыртқа қосамыз ұнымызға. Сметана 5 қасық салам. Сонымен қатар 1 чай қасық бенен 1 чай қасық толы қант, аз толмаған, яғни жарты қасықтай болады чай қасық тұз, және мұнда 10 грамдай менде нан қопсытқышы разрыхитель тұр. Соның бәрін салып, қазір онымен араластырып дайындаймын. 4 қасық емес, мен тағы да 2 қасық ұн қостым. Сонда барлығы 6 қасық ұн. Қазір тағы араластырам. Міне сұйықтығы мынандай болу керек, дайын болды. Енді мынандай ыдыс, енді түбіне кішкене құям. Енді капустамызды салам үстіне. Енді үстіне қалғанын қоямыз. Енді духовкаға 180 градусқа 30 минуттай қоямын. Пирогым пісті.